Апрель айы кеше алдың күні қатты жауын жауды. Дачаның іші су болып тұр. Жүретін жол батпақтау. Ылғалды. Топырақ ылғалды. Енді бүгінгі жұмыс құлпынайды тазарту. Мынау құлпынай былтырғы күздігінгі жапырағымен қалған, осылай қысқа. Енді осы ескі жапырақтарын алып тастап, кесіп, жасыл жапырақтарын қалдыру керек. Қазір соны бастаймыз. Мына жерде пияз, сарымсақ жаңа шығып келе жатыр. Өткен жолы келіп, мына слива ғой, қара слива. Бұл слива емес, терін деп атады, терін. Осының кейбір бұтақтарын кесіп тастағанмын мына жерден. Мына бұтақтардан сиреттім. Өйткені қалың болып кетті. Мына жерге былай бір-біріне сол кедергі жасайды. Мынау бұтақты да кесіп тастауға болады. Өйткені бір-бірімен араласып, бір-біріне кедергі болады. Бұтақтарын бір-бірі қажап, сөйтіп тастайды. Екеуінің біреуін міне осыны кесіп тастауға тура келеді. Бұл жерден емес, түбінен де осы жерден кесіп алып тастау керек деп ойлаймын. Сиретіп. Мына жерде қалың болып кетті және бір-біріне кедергі болады. Сондай жағдай. Мына малина ғой. Жапырақтары төне түскен. Күн бүгін жылы, бірақ ылғалды. Күн бұлтты. 3 күн болды ма осылай? Күн бұлтты болып салқындаған еді. Бүгін жылынып келе жатыр. Ал енді мынау құлпынайды бастаймыз. Ақындап. Былтырғы құлпынайлар күздігіні қалған қатып қалыпты. Енді әбден кеш гүлдеген құлпынай ғой мына жерлерде. Қалып қойған сол гүлдергенімен құлпынайымен көп. Көп мұндай құлпынайлар. Бұл енді құлпынай әбден қар түскенге дейін осылай гүлдей береді. Гүлдеп жемісін бере береді. Бірақ енді суық басталғанда күздігіні оның дәмі өзгеше болады. Жаздығыныңғыдай тәтті болмайды. Осылай тазартып жатырмын. Бірақ қалың өскен екен. Оны тазартқан жағы. Мына жақ әлі тазартылмаған қалың. Осыны сиретіп, тазартып, сөйтпесе дұрыс өспейді. Дача келгенде үйде свет жоқ екен, қазір кімді шақыртып электрикті істеп береді.
Мен құлпынаймен жұмыс істеп жатқанда Виктор әлі сол светпен жағаласып жатыр. Осы контакт жоқ қой деймін линияда. Бір рет қосты, свет жанған жоқ. Тағы да мініп қайтадан қосып жатыр. Әлі капанна Пробуем первый раз самауырмен алысып жатыр. Андан бері бірінші рет су құйып, қайнатып, төгіп тастады. Соқтың жоқ, смородина алды. Смородина иә. Ал енді мынау жаңадан алған самауыр ғой. Соны дачаға келіп бірінші рет қайнатып жатырмыз. Бірінші суын төктік, тазарттық, қайнатып. Енді мінекей шай қойып жатыр әлі капанына. Дачада ішетін бірінші шайымыз биыл. Өйткені жақында табиғатқа шығамыз. Су сарқырамасына барамыз. Үлбенский сарқырама дейді, үлбі. Үлгілі сарқырамасына. Сонда барып шай қоямыз. Сол өзеннің басында, бойында, сарқыраманың жанында. Соған мынау самауырды, жаңадан алған самауырымызды дайындап жатырмыз. Қалай жанады, шатырлап, дауысы жақсы. Астынан отын салып, қайсына? Жендегесі бар. Осылай? Кәдімгі пеш сияқты. Осылай шатырлар жанады. Қайнаған кезде көрінеді, берін бу шығады. Мына жерден неке. Сосын заварчаны шайнектің үстіне қойылған. Солай. Енді мынау самауырда қайнайын деп жатыр. Виктор да светті жақты істеді. Ох, мынау қайнап жатыр. Қайнап жатыр ма? Вот, енді оған Қазір көрем. Мына қара. Сақылдап жатыр. Сақылдап қайнап жатыр. Бер жағын дұрыстап жақ. Қазір осылай ішін толтыру керек екен ғой. Иә. Сосын сонда ол дұрыс. Тамаша, тез жанады, тез қайнайды. Өйткені мынау несі қабырғасы тонкостенный металл. Нержавейка. Жақсы. Күшті болды. Шай қайнады. Енді самауырына ағызып, бірінші шайды дачада ішетін болдық. Виктор светті де істеп берді, жақсы болды. Қазір бір жұмыс бар еді, соны істеп түсеміз мінекей. Жұмыс істегеніміз Тез қайнады екінші. гараждан әкелген мотор. Бұл енді бұйырда жатқан ескі мотор. Холодильниктің моторы. Соны кесіп Сосын кесіп, мынаны алып, ішінде драгметалл, цвет металл бар. Соны ашып аламыз. Мұның ішінде 1 килограммға жақын мыс, таза мыс бар. Өзі және өзі темір мен мыстан жасалған. Контактылары бар. Контактылар енді ол күміспен жалатқан болуы мүмкін. Онда осыны болгаркамен кесіп аламыз. Кескенде бұны қалпағын кесіп алып тастаймын. Солай. Мына компрессорды қалпағын базын кесіп тастадым. Болгаркамен бұлай болып шықты. Темірі қабырғасы енді 2 мм қалың темір металл. Компрессордың өзі мынадай мінекей.
мұны қалай алуға болады? Мұны трубкасын кесіп, сосын шығарып алуға болады. Мына жерде поршень, ол бұласа жүріп тұрады ғой деймін былай. Сосын мына жерден қысым көрсетеді де, давление составы жетісіп, мұны трубкамен мынау неге барады? Холодильникке барады. Мынау манағы мен бастаған құлпынай Далия қапанына ары қарай жалғастырды, осылай болып шықты. Кепкен қураған түптерін кесіп алып, грядканы осылай тазарттық. Жасыл шөптерін қалдырып, құлпынайдың жапырақтары қалғандарын тазарттық. Осылай жақсы болады ғой деймін. Жарайды.